Амансыздар ма? Оңтүстік арнасының эфирінде апталық сараптамалық түйін бағдарламасы, студияда Перизат Биназарқызы. Бүгін көретіндеріңіз. 15 қараша ұлттық валюта теңге күні. Теңге еліміздің экономикалық тәуелсіздігінің басты нышаны. Теңге сөзінің мағынасы қандай? Алғашқы банкноттар жайында не білеміз? Деректерде ол орыс деректерінде орын алған танга деген, деньга деген сөз. Тәуелсіздік алған елдің ең айрықша белгісінің бірі ұлттық валюта. Ақша асыл қазына, халық байлығы. Бүгін ұлттық валюта теңге күні. 1993 жылғы 15 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге алғаш айналымға енгізілген еді. Ал 1997 жылдан бері 15 қараша төл валютамыздың туған күні. Әрі қаржыгерлер күні ретінде бекітілді. Төл теңге Қазақстан Республикасы көлемінде пайдаланылатын заңды төлем құралы. 32 жыл бойы тәуелсіздігіміздің кепілі ретінде экономикамызға қызмет етіп келеді. Қай елдің болмасын валютасы мемлекеттің тарихын тікелей баяндайды. Заманауи саяси экономикалық жағдайын және жаһандық дәрежесін сипаттайды. Бүгінде ақша бірліктері мемлекеттің дамуының маңызды рөлін атқарады. Ұлттық валюта теңгенің шығу тарихы, дизайны, өз идеясы бар. Сондай-ақ теңге номиналы 3 мәрте әлемнің ең үздік банкноты ретінде таңдалған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгін ұлттық валютамыздың айналымға енгізілген күні. Ұлттық банк бастапқыда 1 теңгені 1000 рубльға бағалаған болатын. Дегенмен саяси, әлеуметтік мәселелер және мемлекетаралық қатынастар ескеріліп, 1 теңге 500 сомға бекітілді. Жалпы төл теңгемізді дайындау жұмыстары 1992 жылы қолға алынып, сол жылдың 27 тамыз күні ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ал ертеңінде қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбджәлелевтер Англияға аттанды. 1993 жылы алғашқы теңге партиясы Англияның ең көне әрі әйгілі Харрисон және ұлдары фабрикасында басылды. Теңгені елге тасымалдау үшін 4 ұшақ 18 мәрте қатынады. Төл валютамыздың алғашқы партияларын сақтау үшін арнайы жерасты қоймалары дайындалып, дәл осы қоймалардан ұлттық теңгеміз еліміздің барлық өңірлеріндегі банктерге 8 күн ішінде жеткізілген еді. Ең алғашқы теңгемізде белгілі тарихи тұлғалардың портреттері, Алатау мен Көкшетау көріністері, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан табылған тастағы таңбалар бейнеленді. 1 теңгелік банкнотқа Әбу Насыр Әл-Фараби, 3 теңгелікке Сүйінбай, 5 теңгелікке Құрманғазы, 10 теңгелікке Шоқан, 20 теңгелікке Абай, 50 теңгелікке Әбілқайыр хан, 100 теңгелікке Абылай хан бейнесі сомдалды. Теңге деген сөз ол негізінде бірінші деректерде ол орыс деректерінде орын алған танга деген, деньга деген сөз. Сол деньга деген сөзін біздің орыс нумизматтар зерттеген кезде денежка, деньга деген сөзін арғы төркіні сол түрік тілінен шыққан теңге деген мағынаты, ақша деген мағынасын білдіртеді. Алғашқы монета тиын емес, ақша. Бон дейді оны. Бон деген сөз бұл негізінде халықаралық термин болып танылады. Ол ақша дәрежесінде құндық қағаз деген. Сол бон ретінде алғашқы нелер шыққан. Олардың алғашқы нелерінде, мысалы 1 теңгеде Әл-Фарабидің бейнесі, одан кейін Шоқан Уәлихановтың, басқа да біздің көрнекті қайраткерлер, өткен заманда қайраткерлеріміздің бейнелері салынған. Ал бұл аверсті алғашқы бетінде, ал сыртқы реверс бетінде ол жерде көбінесе Қазақстанның табиғаты салынған. Бірақ дизайн ол бір жер тоқтамайды. Кейін 1 теңгелік, 3 теңгелік, 5 теңгеліктер уже қолданыстан шыққаннан кейін олардың бәрін монеталармен алмастырылған. Ол үшін бізде 19 мамыр 95 жылы ұлттық банкноттық фабрика ашылуымен байланысты болған. Өскемен қаласында сол жерде ашылған. Сол жерде кейін өзім біздің банкноттар мен монет алдымен тиындар басып шығарған, одан кейін банкноттар шығара бастаған. Дизайн 2006 жылдан бастап дизайн әрдайым алмасып отырған, жаңартылып отырған. Қазірдің өзінде де бізде қазір өзі
2000 теңгелік, 5000 теңгелік, 10.000 теңгеліктер уже дизайны жаңартылып шығып отыр, ескі дизайн орнына жаңа келіп отыр. Бұл негізгі біздің өзіміздің тәуелсіздік, Қазақстан Республиканың тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамымыз, өз валютамыз өзімізге қамтамасыз етеді деген сөз. 1994 жылдың басында Қазақстанда жаңадан банкнот фабрикасын салу туралы келісімшарт жасалды. 1995 жылы 19 мамырда банкнота фабрикасы ресми түрде ашылды. Сол жылы 83 миллионнан астам банкнота шығарылды. Одан кейінгі жылы 104 миллионнан астам банкнота шығарылып, банкнота фабрикасының өндірістік қуаты жобалаған межеге жақындады. Кейін 1997 жылы банкнота фабрикасында негізгі өнімдермен қатар Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорты мен жеке куәлігі де шығарыла бастады. Сондай-ақ 1997 жылы жарлықпен 15 қараша төл валютамыздың туған күні әрі қаржыгерлер күні болып белгіленді. Барлық әріптестерімізді және отандастарымызды теңге күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз теңге еліміздің экономикалық тәуелсіздігінің басты нышаны. Күн сайынғы жұмысымызда біз осы ұлттық валютаның тұрақтылығын, оның ел экономикасындағы сенімділігін сеземіз. Бухгалтер ретінде мен үшін теңге тек есеп-қисап емес, ол еліміздің қаржылық мәдениеті мен даму жолының көрінісі. Бухгалтерлердің еңбегі теңгенің әр тиынын тиімдеп жұмсап, есептіліктің дәлдігі мен ашықтығын қамтамасыз ету. Әрбір қаржы операциясы мемлекеттік игілігі мен қоғам сенімінің кепілі. Сондықтан біздің жұмысымыз ұлттық валютамыздың құнын сақтауға, ел экономикасының тұрақтылығына тікелей үлес қосады. Университетіміздің, ұжымымыздың мүшелері ретінде бізде білім мен ғылым саласында қаржылық тәртіп пен тиімділігін сақтай отырып, болашаққа мамандардың сапалы білім алуына жағдай жасаймыз. Барша әріптестерімізді, отандастарымызды бүгінгі теңге күнімен құттықтай отырып, еліміздің игілігі артып, теңгеміздің қадірі биік болсын. Қараша айында теңге ауысты. Бірінші теңге көргенімізде өте таңғалдық. Өзінше әдемілігі бар, сұлу ақша деп санадық. 2006 жылы 15 қарашада жаңа үлгідегі банкноттар айналысқа енгізілді. Қазақстан теңгесі әлемдегі ең жақсы қорғалған валюталардың бірі. Номиналы 20 000 теңгелік Қазақстан банкнотасы ең жақсы қорғалған теңге банкнота саналады. 2022 жылғы 1 қазанда айналымға шыққан номиналы 20 000 теңге болатын банкнотаның 25 қорғаныш элементі бар. Алайда бұған қарамастан айналымға жалған ақша еніп жатады. Бұл қаржылық тұрақтылыққа елеулі қауіп төндірді. Ал бүлінген банкноттарды ұлттық банкте алмастыруға болады. Халықаралық банкнота қоғамдастығы 3 жыл қатарынан 2011 жылдан 2013 жылға дейін қорғаныш элементтеріндегі қайталанбас дизайн мен ұтымды шешімдер үшін Қазақстан банкноталарын әлем бойынша үздік деп таныды. Қазақстан банкноталары әлемдегі қорғалған әрі әдемі банкноталардың бірі ретінде халықаралық аренадағы 10-нан астам марапатқа ие болды. Қай елдің болмасын валютасы мемлекеттің тарихын тікелей баяндайды, заманауи саяси экономикалық жағдайын және жаһандық дәрежесін сипаттайды. Ұлттық валютаны жариялап, оны айналымға түсіру тәуелсіздіктің басты қадамдарының бірі. Ал теңгенің айналымға түсуі егеменді Қазақстанның қаржылай да тәуелсіз екенін тағы бір жария ету болатын. Олжас Асылхан, Нұркен Жалбиев, Мәди Жаппархан, Түйін.